Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді макаронные гнезда деп аталатын тағам дайындаймыз. Ең алдымен бұл тағамды дайындау үшін бізге пияз, сәбіз, картоп және болгар бұрышы қажет. Және де фарш және гнезда макароны қажет болады. Алдымен картопты төрт бұрышты етіп тураймыз. Картопты турап болған соң оны ыдысқа салып, үстіне еріген фаршымызды саламыз. Жарты пиязды төрт бұрышты етіп тураймыз. Пиязды турап болғаннан соң оны ыдысқа салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Фарштың үстіне бұрыш, тұз саламыз. Тағы да жақсылап барлығын араластырамыз. Арнайы гнезда макаронның арасын осылай ашып шығамыз, өйткені арасы тығыз болғандықтан піспей қалуы мүмкін. Ішін дайындаған начинкамызбен толтырып шығамыз. Қалған макаронның барлығын осылай толтырып дайындап қоямыз. Енді тұздығымызды дайындаймыз. Жаңа қалғаны жарты пиязымызды ұзынша етіп тураймыз. Сәбізді де ұзынша етіп, яғни соломка етіп тураймыз. Болгар бұрышында осылай соломка етіп, барлығын турап шығамыз. Табаны алып, оған май құямыз. Айта кетейін, менің сковородкам Фаберлик компаниясының сковородкасы, сапасы өте жоғары. Сковородкаға сәбіз, жуанын салып араластырамыз. Болгар бұрышын саламыз, томат саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, тұз салып шығамыз. Тұздығымыз дайын болған соң, дайындаған гнездаларымызды рет-ретімен салып шығамыз. Үстіне бір стакан су қойып, крышкамен жауып бұқтырамыз. Асымыз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, ас болсын. Егер менің рецептілерім ұнаса, лайк басып өтіңіздер.